Сол күндердің бір күнде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тағы да сол тауда жатқан кезде адам болып келеді Жабраил алейхиссалам. 600 жыл, 6 ғасыр бойы адамға көрінбеген ғой. Иса пайғамбардан кейін Жабраил алейхиссалам келмеген ешкімге. Сондай ұлық періште бұл, анау-мынауға бара бермейді. Алланың әмірімен Мұхаммед пайғамбарымызға келді. Бір бөтен бір кіріп келсе енді адам болып келген ғой. Шошып кеткен енді пайғамбарымыз. Оны қалай шошымайды? Келе салды. Иқра, оқы дейді. Не аман жоқ, не сәлем жоқ. Танымайтын бір адам оқы дейді. Пайғамбарымыз сасып қалды. Мен оқи алмаймын деген. Оқи алмаймын, жаза алмаймын. Тек пайғамбарымыз емес, халық сондай болған, арабтар сондай болған. Ешқандай оқу жазу білмейді олар. Бірақ енді ақындар көп болған, ол басқа мәселе. Содан кейін алғанда қысқан балаға миннал жахд дейді. Пайғамбарымыз да оңай адам емес болған ғой. Әзіреті Омарлар бет түйеге сүйеніп тұратын болса, пайғамбарымыз Омардан да биік болған. 40 еркектің күші бар дейтін болған пайғамбарымыз. Бір яһудилердің бір палуан атақты, меніменен күресіп жеңсең мұсылман болам деген. Оны менен ешкім шығуға қорыққан Әзіреті Әлилердің өзі шықпайды анам. Мынауың жаман ғой деген, мынау қара дәм. Пайғамбарымыз шыққанда көтеріп алып бірақ ұрған жаман. Сондай күшті болған ғой ол кісі. Артынан қой деп өтірік айттым деп мұсылман болмай кеткен енді ол. Ол басқа мәселе. Сол кісіні қысқан ғой. Өліп қала жаздадым дейді пайғамбарым. Былай қазақша айтқан кезде, ана кісі мені қысқан кезде демім жетпей өліп қала жаздадым. Содан жібере салды да оқы деп айтты. Тағы да шашып қалдым. Оқи білмеймін мен. Оқи алмаймын. Тағы да жетті оқы. Оқи алмаймын. Үшінші рет қысып жіберіп, иқра бисми раббикаллази халақ. Халақал инсана мин алақ. Иқра ва раббукал акрам. Аллази аллама бил қалам. Алламал инсана ма лам я'лам. Оқы. Жаратқан Раббыңның, Құдайыңның, жаратушының атымен оқы. Адамзатты бір тамшы қаннан жаратты, ұйыған қаннан жаратқан Құдайыңның атымен оқы. Ол адамзатқа сөйлеуді үйретті, қаламмен жазуды үйретті. Сол Құдайыңның атымен оқы деп. Ең бірінші уахиді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға алып келген Жабраил алейхиссалам. Содан кейін көзден ғайып болған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сасып қалған ғой. Не нәрсе бұл? Араб, ол кісі ақын болмаған, бірақ араб тілін бір кісі білген. Пайғамбарымызға өте фасих деп айтылады араб тілінде. Араб тілін өте жақсы білген адам. Сондайлардың қатарында болған кісі ғой. Ана сөзді естіген кезде таң қалған. Өмірінде бұндай сөзді естіп көрмеген. Не істерін білмей қалған. Үйіне жүгіріп келіп, Хадиша анамызға айтқан ғой. Радиаллаху анха. Енді арқасы ері ғой. Міне осындай оқиға болды. Маған жын тиді ма деп қорқам деген. Жын ба мынау, шайтан ба, не нәрсе мынау? Сонда Хадиша анамыздың айтқанын қараңыз. Енді ақылды әйел ғой. Пайғамбарымыз жұбатқан ғой. Сен туған туысыңа жақсы қарым-қатынас жасайсың. Киімі жоқты киіндіресің. Ашты тойдырасың. Өтірік айтпайсың. Құдайдың бір сүйген құлы болса сен боласың. Сен сияқты жақсы адамға шайтан қалай тиіседі дейді. Қараңыз. Расында да сен жақсы болатын болсаң, ішіме жын кіріп кетті, шайтан айтты, шайтан бүйтеді, демек өзі жақсы емес та ол адам. Егер адам жақсы болатын болса, шайтандар жоламау керек. Осы қағидадан шығаруға болады. Сондықтан да болашақта мен осы ислам дінін жаюшы болам, уағызшы болам, дағуатшы болам, имам болам, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам жолын ары қарай жалғастырам дейтін болса, жақсы әйел де өте маңызды шын. Әйелде Алла тағала қателестірмесін, жақсыларымызға айтайық. Алладан әрқашан тілеңдер, я Алла, маған жақсы әйел нәсіп ет.